Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Бұл біздің алгебра анализ бастаулар бойынша бақылаудың бірінші нұсқасы. Мынау нәрсеге мән бермей қойыңыздар. Жаңа байқауста жырылып кетті. Так, бірінші есептен бастап шығарайық ал. Мынандай есеп берілген, бірінші есеп. Бұл жерде не істейміз? Кәдімгі анықталған алғашқы функция бұл бізде анықталған интеграл деп аталады. Мынадан бірінші біз интеграл аламыз. Бізде синус x интегралы білесіздер ма? Минус, такс, жазбай жатыр ғой. Минус 2 косинус пи бөлінген 3 плюс x болады. Мына алғашқы функциясы. Одан кейін барамыз да, шектерін қоямыз. 2π бөлінген 3 пен 0-ды қоямыз. Енді алғашқы функцияда біз не істейміз? Жеке x-тің орнына шектерін қойып шығамыз. Ең үлкеннен бастап. 2π бөлінген 3-ті x-тің орнына қоямыз. Сонда минус 2 косинус пи бөлінген 3 плюс 2π бөлінген 3. Одан кейін сіздер минус қойсыздар да мына жерге. Қайттан мынаны жақшаның ішіне көшіріп жазамын. Минус 2 косинус, мына 0-ды x-тің орнына қоямын енді. Сонда 0-ды қойсам енді пи бөлінген 3 болады бізде. Так, мына что-то дұрыс жазбай жатыр. Енді осы жерден қараңдар. Пи бөлінген 3-ке 2π бөлінген 3-ті қоссам, бізде ол пи бөлінген, яғни 3π бөлінген 3 болады. Мынау 3π бөлінген 3. Мынау 3 пен 3 қысқарып кетеді. Сонда косинус пи шығады. Ал косинус пи да бізде минус 1-ге тең. Сондықтан минус 1-ге минус 2-ні көбейтсем, плюс 2 шығады. Одан кейін пи бөлінген 3-те бізде косинус 60 градус. 60 градуста минус 2-ден 1-ге тең. 2-ден 1-ге тең просто. 2-ден 1-ге мынау 2-ні көбейтсем, бізде минус 1 шығады. Ал минус 1-ге жақшаны ашсам, яғни минусты көбейтсем, плюс 1. Яғни плюс 1. Сонда есептің жауабы 3 болады екен. Келесі, екінші есеп. Мынандай теңдеу берілген бізге. Бұл теңдеу енді қиын емес. Алдымен екі жақты квадраттап теңдеуді шешіп аламыз. Яғни 3x плюс 1 тең. Мынаны квадраттасақ, яғни 4x квадрат болады. Осы жерден мына бәрін аяққа жіберемін енді. 4x квадрат минус 3x минус 1 тең 0. Так, мына жерде турецкиймен кететкеніміз. X пен x-ті қоям. 4 пен 1. 1 мен 1-ді минусты мұнда қоям. Минус 1-ге 1-ді көбейтсем минус 1. 4x-ға x-ті көбейтсем 4x квадрат. Енді ортадағы сан шығу керек бізде минус 3x. Сондықтан минус мен мұнда қойым. Өйткені 4x-ға минус 1-ді көбейтсем минус 4x. Минус 4x-ға пропорция деп қосамыз, 1-ді қоссам минус 3 шығып тұр. Значит, жауабы бізде минус 1 бөлінген 4 пен 1 деген жауап 2, мынандай жауап шығады. Енді әлі асықпаймыз. Бізде анықталу облыс деген бар жалпы, өйткені түбірдің астынан бізде ешқашан минустан шықпау керек. Сол себепті мынау түбірден анықталу облысын аламыз, және де мынау бізде минусқа тең болмау керек. Өйткені түбірден минус шығуы мүмкін емес, сондықтан ол минусқа тең болуы мүмкін емес. Енді қараңдар, анықталу облысын бітеді. 3x дейсіздер плюс 1 үлкеніне тең 0-ден. Минустан болмау керек. Сонда 3x үлкеніне тең минус 1-ден. X үлкеніне тең минус 1 бөлінген 3-тен. Мынау бірінші жауап. Екінші. Мынанда 2x үлкен 0-ден дейсіздер. Үлкеніне тең. Осыдан x үлкеніне тең 0-ден. Енді қараңдар бізде. Мынандай шешім тұр. Енді мына жерде бізде 2 нүкте табылды жаңа. Минус 1 бөлінген 4 пен 1 деген жауап шықты. Значит, минус 1 бөлінген 4 есептің жауабы болмайды. Неге? Себебі минус 1 бөлінген 4-ті біз қазір x-тің орнына қойсаңыздар мына жерге. Бізде, яғни түбірден қандай сан шығып кетеді? Минус сан шығып кетеді. Мына жерде минус сан шығып кетеді. Ал немесе мынау x-тің орнына қойсаңыздар, міне мынау теңдіктің минус болып қалады. Ал бізде, яғни түбірден минус шықпау керек, сондықтан ол минусқа ешқашан тең бола алмайды. Есептің жауабы бұл болмайды. Сонда есептің жауабы тек қана 1 деген ответ болады. Келесі үшінші есеп. Так, ең үлкен ең кіші мәнін тап дейді. Қараңдар, мынандай есеп берілген кезде, жалпы ең бірінші туындысын аламыз да 0-ге теңестіреміз. Сонда туындысын алатын болсақ, мына нәрсені. Бірінші 4 алдына келеді, 4x куб минус 6x квадрат плюс 0, мына санның туындысы 0-ге тең. Осын тең дейміз да, так, мына жерге 0 жазбай қойын, тең 0. Міне, 0-ге теңестіреміз туындысын алып. Енді мына жерден x квадрат жақшаны сыртынан шығарсам, сонда 4x минус 6 тең 0. Осы жерден жеке-жеке 0-ге теңестірем. X квадрат тең 0, x тең 0. Енді мына жақшаның ішін 0-ге теңестірем. 4x минус 6 тең 0, x тең. Так,
дұрыс жазбай кетті. 6-ны бөлем 4-ке. Екеуі қысқарады да 2-ке 3 бөлінген 2 шығады. Міне, 0 мен бізде 0 мен және 3 бөлінген 2 деген жауап шықты. Енді осы екі нүкте мынау аралыққа кіре ме? Қараңдар, -4 пен 3-тің арасына 0 бар, 0 деген сан бар мына екеуінің арасында. И 3 бөлінген 2 деген ол бізде 1,5 мынаның арасында бар. Яғни бүкіл нүктені біз қазір аламыз да, берілген функцияға қоямыз x-тің орнына. Сол кездегі табылған ең үлкен ең кіші мәнін жаза саламыз, болды. Енді қараңдар қазір. Ең кіші -4-тен бастап қойайық ал. Так, -4-ті қойып шықсам мына жерге. Бізде қанша шығады екен, соны есептеп көрейін. Так. Так, міне әр сандарды біз табылған нүктелерді. X-тің орнына қойып шықтық. Міне жазып қойдым. -4-ті қойған кезде 131 шықты. 0-ды қойсақ 3 шығады. Енді ең кіші мән бізде мына жерде 1,3 болады. Ол бірінші жауап. Так, ең кіші мәнді 1 деп белгілейін. Ал ең үлкен мән бізде міне 131. Есептің жауаптары. Келесі 4-ші есеп. Так, мына есеп берілген. Бұл қиын емес. Бұл есеп былай шығарылады. Алдымен мынаны мен реттеп жазылайын. Жалпы 25 бөлінген 5-тің 3-тен 1 дәрежесі, 10 бит жасамен 5-тің квадраты бөлінген 5-тің 3-тен 1 дәрежесі. Енді сандар бірдей болып бөлініп тұрған кезде дәрежелер азайтылады, яғни 5, 2 минус 3-тен 1. Ол заңды білетін шығарсыздар. Осы жерден 5, ортақ бөлім берсем 3, 3-ке 2-ні көйтсем 6, 6-тан 1-ді алсам 5 шығады. Ол бірінші жауап. Енді бұл логарифм арқылы жазылып тұр ғой бізде. Яғни логарифм 5 негізі 5-тің 5 бөлінген 3 дәрежесі деп. Енді логарифм 5-те 5 дегенде қысқарып кетеді. Сонда 5 бөлінген 3 деген нәрсе шығады. Мына біріншісінен ол. Енді мына екіншісін реттеп жазылайын. Бізде 49 дегенді мен бит жазсам болады. Бұл 49-ның 3-тен 1 дәрежесі. Одан кейін 49 деген ол 7-ның квадраты, 7-ның, яғни 2 үстінен шығып кетеді да, 2 бөлінген 3 болады. Мына 2-сін аған барып кетеді. Сонда мына жерге жазайын енді. Логарифм 7 негізі 7-ның 2 бөлінген 3 дәрежесі деген сөзіміз қысқарады да. 2 бөлінген 3-ті мынау қосу тұр, қосылған 2 бөлінген 3. Сонда екеуі қосылады да 3-тен 7 есептің жауабы. Так. Келесі мынандай. Так, теңдеу жүйесі берілген. Бұл жерде алдымен логарифмдар. Так, кешірім сұраймын. Бұл жерде алдымен біз көбейтеміз. Қосылған кезде x көбейтілген y тең 1 болады. Қосылып тұрған кезде логарифмнің қасиеті бойынша көбейтіледі. Енді мына жерде x көбейтілген y тең болады 4-тің 1 дәрежесі бізде 4-ке. Ал астында бізде не тұр? Яғни y минус 2x тең 7 дейді. Енді осы жерден y-ті мына жақтан тапсаңыздар болады, немесе мына жерден тапсаңыздар болады. Біз маған мына жерден тапқан удобный сияқты. Y тең 4 бөлінген x болады. Осы жерден мына y-тің орнына 4 бөлінген x-ті қоямын. Сонда минус 2x тең 7. Сонда ортақ бөлімімізде нәрсе x болады. 4 минус 2x квадрат тең 7x болады. Сонда мына жерден 2x квадратты былай өткізіп жібереміз. Так, 2x квадрат мына жерде мынау былай бәрін өткіземін. Плюс 7x минус 4 тең 0-не бәрін өткізіп алдым. Енді мына жерден такс 2 мен 1-ді қоям. Мына жерге 4 пен 1-ді қоям. Мына жерге минусты мен мына жерге қоям. Так, көбейтсек минус 4. Мына жерге екеуін көбейтсек плюс 8. Мына екеуі минус 1-ді береді. Қоссақ плюс 7 шығады. Пропорция сеп қос салыстар. Енді түбірлер бұл жерде 1 бөлінген 2 мен минус 4. Енді x таптық біз. Енді y табатын болсақ, мына x-терді жеке-жеке қоя саламыз. Яғни не істейміз? Y тең не? 4 бөлінген x, x-тің орнына енді 1 бөлінген 2-ні қойсам, y тең болады. Так, 4 бөлінген 2-ден 1. Бұл жерден 2 жоғары шығып кетеді. 8 деген бірінші жауап шығады. Екінші y тең 4 бөлінген минус 4. Минус 4-ті мынау x-тің орнына қоям. 4 бөлінген минус 4 ол бізде минус 1-ге тең. Есептің жауабы.